Мынау кім? Мынау кім? Ашалет! Әлемнің уақытын айналдырып жатыр ғой просто. Хейо, бәріңе сәлем достар, сендермен Асхат. Йо, сағындым ой, мынау сөздерді ше. Достар, 5 күн мен Таиландта болғанмын. Енді видео шығармай кеткеніме кешірім сұраймын. По идее видеолар шығардым ғой, мен Таиландта отырып, айшуақпен бір видео шығарғам. Міне жақта описание болады, влогта болады. В общем, барлық менің видеоларымды көріп кетті. Таиландта не істегенімді, кіммен жүргенімді, вообще-то Аямен бірге жүрген болатынмын. В общем, Skibidi Toilet'тің 15-ші сериясына бүгін реакция түсіретін боламыз. Көп болды ол сериясына комментарий жазып жатқандарыңа, бір 3 күн болды шыққанына. 3 күн уже менің видеолардың астына жазып кетіп жатсыңдар, мен оны оқып жатырмын достар. Енді реакцияны бастайық, көп сөйлемей. Бірақ видео бастамай тұрып, сендер не істеу керек екенін білесіңдер ғой, родной, не істеу керек? Каналға тіркелу керек, лайктарды басу керек, комментарийға өз пікірлеріңді жазуды ұмытпаңдар. Или қандай видео түсіру керек екенін жазыңдар. Вообще, постоянно қандай видео жазу керек екенін жаза бересіңдер да, содан кейін. Уже этот 5-6 бір идеяларым бар, короче, не түсіру керек екенін. Ең бастысы Skibidi Toilet'тің несіне обзор түсіру керек, 67-ші сериясының 4-ші бөліміне да, 4-ші бөліміне. Уже есінен шығып кетті ғой бәрі. Қой, короче, по традиции біз 14-ші серияны басынан көрейік енді. Так. Бұл жерде не болған еді? Сағат. Короче, бар Skibidi қинаватыр, как обычно, я? Как обычно. Байқұсай. Бұдан сағат, короче, бұдан дым шықпайды деді ғой, Skibididен. It's trap дейді. It's trap деген не қыл деген сөз ол? Қазір переводты алайыншы, it's trap деген. Тоқтаңдар. It's trap. Ну, бұл қапқан деп жазды типа. Менің ойымша. О, скибидист. Бұл ерекше скибидистер ғой, короче. Я. В общем, түсініксіз, короче. Неге бұл Skibidi Toilet сразу өлтіре салмайды? Бұл әлемде де байқұс линзасын ақ қояды. Бұл типа ше, менің ойымша ше, дафаққа кішігірім отсылка жасап жатыр осы ана линзасын шешіп жіберіп артына кіргізіп жатқан ше. Типа шын әлемде де линзасын шешіп тастады ғой ше. И контрольға алып қалды ғой. Соған кішігірім отсылка деп ойлаймын мен. Так, короче, бұл жынданып жатыр, короче. Мына жынданса қате ғой, қате. Ой. Негізі камера титанды жындандыруға болмайды достар. Мынау просто фарш қылды ғой, фарш. Эх, ашуыңды бас, досым деді ғой. Одан кел, қолымызды не істейді? 5 таста деді, короче. Потолок. Осы дрельмен вообще не в тему жүрген сияқты ше, реально. Мен түсінбедім, не деп жазды мынау? Не деп жазды? Біреу білсе комментария жазып кетіңдерші, ана переводын мен просто үлгермеймін ау переводын. Тоқтаңдар, перевод жасап көрейікші, не деп жазды мынау? Так. Ретит итасы трап. Короче, бұл қапқан деді, короче, қайталаңдар дейді, қапқанды. Мен түсінбедім бәрібір не деген сөз бұл. Қайталаңыз, бұл тұзақ дейді. Мынау не дейді? Кетси дейді, короче. Бұл тұзақ қой, қаш деп отыр. Ой, тупой Асхат. Короче, мына жерде бұл тұзақ екен, мына камера біліп отыр ғой.
Соны бәріне айтып жатыр. Титанға айтты, спикерге айтты. Спикер Титан тыңдап кетті да. Ал мынау болса, оны тыңдамайды дрель. Тыңдамағаннан кейін, короче, осы тұзаққа түсіп қалды бұл. Логично. Логично. Ал мынау вообще не логично болды енді. Неге шайқасып жатыр, а? Неге қашып кетпеске, а? Осы, блин, так тупой қойшы. Просто спикер Титан, камера Титанмен бірге қашып кетсе болады. Жоқ, қазір төбелеседі. Сосын бұны да ұстап алады, короче. Ал болды, короче. ГГ. Бітті, короче. Болт мен көрген бұл сериям, по идее. Блин, обидно, конечно. Өз-өзін жар жереді қазір, суицид болып. Болды, есіме түсті, короче, достар, не болған. Интересно, зомғауым киборг пе екен осы әлемде, киборг емес па? Оригинал ма? Бұл әлемде де зомғауым киборг болып шықса вообще әдем болатын еді. В общем, өзін жарат, короче. Болды, білеміз ғой не болатын, короче. Болды, түсінікті. Сразу 15-ші серияға кірейік. Мен білгім келіп жатыр, 15-ші серияда не болатын. Сондықтан да бастайық. В общем, скибидистер бір мостты жауап алыпты. Камерамен. Ебать. Классический камерамен да өлтіріп тастады, короче. Басынан тықып. Мынау кім? Мен не жіберіп алдым? Мынау. Короче. Әдемі екен ана айналатын способности ше? Ондай жануар бар сол, сөйтіп айналатын. Броне бір нәрсе деген. Ема, мынау зомби болып кетті ғой, немене бәле? Зомби апокалипсис бастап кетті ма? Скибиди туалеттерден. Так, ағызып жіберді. Нантты ағызып жібереді. Біз мықтымыз ғой. Айбай, қалқандарда. Қақа мініп кетті? Машинаға бақтыр жерді, машинаға, я? Автобус ау дейм, мен ойымша. Ема. Аптечкімен орып барадыр бақарсы. Аптечкімен орып барадыр, ема. Прикол. Мынау ранен, короче. Скибидистердің жерден шығатын вообще мықты болып кетіпті ше. Ема, даже дәу скибидистер тек әшейін камералар ағызып тастап жатыр. Негіз бұларды ағызу өте ауыр ғой ше. Молодец. TV Woman? Ема, TV Woman? Мынау кім? Блин, жаңа персонаж ау? Осы сағат сатқын ба? Осы сағат сатқын емес па? Қалай ойлайсыңдар өзі, а? Или тек ақ сағат қана сатқын ба? Не болып жатыр? Мынау кім? Ашалет! Әлемнің уақытын айналдырып жатыр ғой просто. Мыналар в афиге, мен в шокемін. В общем, достар, мынау кім? В общем, мына сағаттарды мен түсінттім, орда ештеңке түсініп атқан жоқ вообще. Блин,
Достар, мен түсіндім неге комментарийға бәрі жаңа серияны көр деп айтқан. Мынандай енді эпичный серияны көп болды көрмегендерімізге ше. Еба! Мынау жаңа герой кім? Маған сол қызық болып жатыр. Қайдан пайда болды? Типа сағаттардың боссы ма? И вообще анау ақ қана сатқын ба? Или сағаттардың бәрі сатқын ба? Соны да түсінбей жатырмын ше. В общем, достар, комментарийда обязательно менің сұрақтарыма жауап беретін бір мықты, ақылды комментаторымыз болса, досым, сені күтеміз. Бізге өте маңызды сенің информацияң. Ё-майо. В общем, осымен видеоны аяқтайық. Видео өте қызықты болды. Мен түсінбегенім жаңа персонаж. Мынау қандай способность, мынау әлемнің сағатын, то есть аспанда сағаттың сағат шығып жатыр да ше. Бұл сонда уақытпен управлять ете ма, не істейді ол? Мен соны түсінбей жатырмын. В общем, видео маған ұнады, ең бастысы. 10-нан 10 беремін мына серияға. Бірақ мына видеоға обзорчика жасаймаймын, себебі өзім түсініп атқан жоқпын не отқан. Скибиди әлемінде хотя бы түсінікті ол жерде. Ұрат төбелесет, дафак пайда болады. Вау дейсің, болды. Мына жерде ема шай болып кетті ғой. В общем, осымен видео аяқталды, достар. Келесі видеода обязательно обзор түсіруге тырысамын. Сендермен болған Асхат. Давайте.